студияда. Nurlu koyun bayıfken Nurlu koyun bayıfken Nurlu koyun bayıfken Nurlu koyun bayıfken Hayırlı keş kandırmamızalar. Keşimizin жүргізушісі Нұрлан Қоянбаев. Кешер, құрметті достар, құрметті көрермендер, сіздерге арналған түнгі студия бағдарламасы басталуда. Қошеметтеріңіз. Құрметті достар, сіздермен бірге Нұрлан Қоянбаев және әріптестерім Ұмай тобы. Шоуымызды бастаймыз, кеттік. Nurlu koyun bayıfken Бүгінгі қонағымыз жеңіс жолын әнші балапаннан бастаған. Балапандарының бәрін жеңген. Сосын қанаты қатайып, ән әлемде еркін самғап, жас қанат конкурсын бағындырған. Енді қазір өзі ән байқауында тәлімгер болып, сынақ алып жүр. Қарсы алыңыздар, Қазақстан эстрадасындағы ең әдемі, ең тартымды, ең қылықты қыздарыңыз Мадина Садуақасова. Мадина, қош келдіңіз. Диванға төрлетіңіз. Мадина, қош келдің. Рахмет көп. Студиямыз қалай? Супер. Ұнады ғыз. Өте. Қошеметтеріңіз біздің студиямызда қонақ Мадина Садуақасова. Кешіріңіздер, Мадина, сіз мен сүйікті әншімсіз, сондықтан мынау сізге. Рахмет. Рахмет, Нұрлан. Мадина, фанаттарың көп екен. Жанкерің ғой сен, артынан еріп жүретін. Солай ау деймін. Бұл түнгі студия деген бұл мен студиям ғой. Бұл жерде мен гүлімнен артық әдемі гүл беруге болмайды. Да? Шынымен ғой, шаңыраққа қарамайсыңдар ма? Қанша свет ілініп тұр. Олай болмайды, Мадина. Мен гүлім ерекше болу керек, бұл мен студиям. Міне? Рахмет, Нұрлан. Гүл деген осындай болу керек. Менің бойымнан дазым, рахмет. Мадина, мынау енді вазаға сыймаса, неге флякқа салып қойуға болады? Сондай болады. Құрметті достар, бізге Мадина Садуақасова қонаққа келетін білгенде қатты қобалжыдық енді. Біз енді не сыйлайтынымыз білмей, мысалға біз мынандай ұсыныстар болды. Мадина Садуақасоваға Астанада 3 бөлмелі пәтер сыйлайық дедік. Сөйтсек, сізде пәтер бар екен Астанада. Сосын ойладық енді көлік сыйлайық деп енді. Көлігі де бар екен, көліктер көп екен. Соны ойладық енді ән сыйлайық деп. Ән сыйлайық десек, Нұрлан Еспановтың қолы босамай жатыр. Енді қатты ойландым енді. Көп қиынал ойлан. Шештік. Сізге халықтың қошеметін сыйлаймыз. Сыйлығымыз ұнады ғой? Өте. Қош келдің, Мадина, біз бағдарламамызды бастайық. Мадина, байқаған шығарсың, залда сенің фан-клубың отыр, қыздар. Мінекей,
Біз Мадина келгенде айтамыз, сосын келіңдер десек, жоқ, осы жерде қонып 2 күн. Мадина қашан келеді деп күтіп отыр. Кешіріңіз, жігітте берген арасында. Сізде фан-клубтасыз ба сізде? Есіміңіз кім? Мәди? Керемет, бәрекелді. Фан-клубыңыз керемет екен Астана қаласында. Иә, рахмет көп. Бәрекелді, бағдарламамызды жалғастырайық. Мадина, шығармашылығында қандай жаңалықтар бар? Енді концерт, Оның барлығы болып жатыр енді. шетел. Ол да бар, қазір енді соңғы дуэтім жайында айтайын. Алдабай тобы бар ғой. Иә, әрине. Сол Алдабай тобымен біз қосылып, бірігіп, Өмір жас жігіттер болып жүретін Алдабай ғой, өмірі қартаймайтын, ешқашанда қартаймайтын жас жігіттер Алдабай тобымен бірігіп бір ән жаздық. Билейін деп жатырмын, Нұрлан. Билейін деп жатсың? Иә. Бүгін көретеміз ол Жоқ, биді. бүгін көруге болмайды, мен әлі дайын емеспін. Оған да көп дайындалу керек. Көрейікті, мен дайынмын. Жақын арада билейтін Мәдинатын көрейік. Бұл енді бейне клип туралы сөйлесіп жатырмыз ғой, ән болады, сосын клип болады. Ән бар, жазылды, дайын, енді бейне клип, енді қойылым барлығы бола жатар. Енді көптеген қазір әншілер, әртістер киноға түсіріп жатыр, сериалдарға түсіріп жатыр. Сіз өзіңіз қандай қазір жұмыстарда жүрсіз, қандай жоспарларыңыз бар? Мысалы, концерт ойыңызда бар ма жақын арада? Концерт әрине ол сахнаға алғаш шыққаннан бастап, мен ойлаймын, үлкен концертті армандайды әнші. Сондықтан да үлкен арманым сол, жақын арада емес, тағы да созылайын деп тұр, қалайын деп тұр. Ол себептерді мен бүгін айтпасам болады ғой, Нұрлан. Сондықтан да жақын арада естейтін боласыздар, өзгерістер көп болады менің өмірімде. Сондықтан да сол концертімді, жеке концертім сәл. Бізге қашан болатынын айтасыз сол концерттің? Келіп айтамын. Өйткені біз гүлмен келеміз. Енді оған дейін 4 Айтам міндетті түрде. Оған дейін 4 метрлік гүлдер шығатын шығар. Мадина, осы бірнеше жыл бұрын Қызылорда облысының жыл адамы атағына ие болдыңыз. Сондай номинацияны ұтып алдыңыз. Қошеметтеріңіз. Қызылорда облысының жыл адамы. Ол сонда қалай ол сонда мен түсінбей отырмын. Илья Ильиннен жоғары ма, төмен бе? Енді қалай айтсам Қалай екен? бағалайды? Ол баланың енді қадам басып жүрген кезде мен үлкен сахналарда, кішкентай сахналарда, Қызылордада ән салып жүрдім. Содан кейін алғаш Ол кезде ол Илья Ильин кішкентай ғой әлі. Ол кезде гантель көтеріп жүр ол. Өзде кішкентай, оның штангысы да кішкентай болып жүрді. Бірақ енді сол 99 жыл алғаш рет Жас қанат байқауында Қызылорда облысы алтын қанатты иемденді. Оны мен алып келдім. Сол кезде, сол жыл адам атағы берілді. Келесі сұрағым, осы жақында Мадина Садуақасова психолог мамандығы бойынша диплом иегері болдыңыз. Дұрыс қой? Психология деген Мадина не ол? Мен мысалы ойлаймын да, мысалы психология деген не ол? Психология мысалы маған мынандай сияқты бір дөу бір сосын бір мына жерінде несі бар. Маған психолог керек па? Психология дегеніміз, Нұрлан, ол адамның жаны жайындағы ғылым. Адамның жанын зерттейтін. Мен жоғалып кеттім. Сенің жаныңды қазір мен зерттейтін болсам, жалпы өзің мінез құлқыңды барлығын. Менің ойымша саған психолог керек. Керек па? Иә. Сондықтан да мен толықтай психолог болмасам да, жаңағыда өз мамандығым бойынша жұмыс істемесем де, сен маған жолығып кет. Саған бір-екі айтатын кеңесім бар, бір-екі. Рахмет, мен бүгінгі бағдарламадан кейін міндетті түрде сізге жазылам. Сізде хоббиларыңыз көп деп естідім. Хоббиларыңыз. Мысалға шаңғымен, сноубордпен сырғанағанды жақсы көреді екенсіз деп жазыпсыз бір сұхбатта. Осы сноубордпен сырғанауда Қызылордада жүргенде үйрендің ба? Нұрлан, білесің ғой, өзің Қызылордада бізде қар деген 2 жылда бір рет жауатын. 2 жылдың қысында, бірақ қысында жауатын. Енді сноуборд емес, жалпы коньки. Тағы да хобби, балық аулауды ұнатамын депсіз. Балық аулау, ол бар, ол рас. Неге боулинг емес, неге бильярд емес, неге балық?
Жоқ, неге боулинг, неге бильярд болу керек? Мен қыз баламын ғой. Енді боулинг қыздарды ойнамаймын, е? Мысалы, біз Мадина Садуақасының Дарияның жанында бұл сурет түсінбен авторлар дайындаған ғой. Концерт болып жатыр ма, жоқ, балыға олап жатса, мынандай сурет жіберіпті. Көрініп тұр ма сіздерге? Жақындап көрейін. Бұл фотошоп өзім жасадым. Ұнады ма, Мадина? Өте. Тағы да бір жақсы көретін әуестігіңіз бұл үлкен теннис ойнау. Ойнайсыз ба үлкен теннис? Бұл сізге сыйлық тағы. Рахмет. Естелік. Нұрлан, Ау. ойнамаймын мен теннис. Ойнамайсыз не? Сүйген жүрек бейнеклипіндегі теннис ойнап жатқаным өтірік. Өтірік па? Жаңа енді бұл енді... 45, Дубль. 50 дубль жасадық. Сол енді бейнеклипке қазір көңіл бөлеміз ғой. Мәсаған. Сүйген жүрек. Мәсаған. Мә. Оля. Ойбай, аят болды. Керемет ойын болды, е? Сіздерге ұнады ма? Маған ұнады. Мадина, енді Қандай біздің... керемет? Айта бер. Енді біздің электронды поштамызға келген сұрақтарды бір шолып өтейік. Мадина келеді дегесін, мұнда да сұрақтардың кептесі болып жатыр. Бірінші сұрақ Қайрат есімді жігіт жазыпты. Мадина, 1994 жылы сіз жас қанат байқауына бара жатқан кезде, мен сізбен Ақтөбе Алматы пойызында сапарлас болдым дейді. Жол бой мен шай іштім, сіз жұмыртқа іштіңіз дейді. Сіз сол кезде жас қанаттың бас жүлдесін жеңгеннен кейін, мен де жұмыртқа ішуді әдетке айналдырдым дейді. Арадан 12 жыл өтті, гастриттен басқа нәтиже жоқ дейді. Айтыңызшы, сіз сияқты жетістікке жету үшін жұмыртқа ішуден басқа тағы не істеуге болады дейді. Негізі айтып жатады. Дауысы жоқ еді. 12 жыл жұмыртқа ішкен. Негізі айтып жатады, жұмыртқа көмектеседі деп. Негізі ол, білмеймін, мен өзім жұмыртқаны ішіп көрмеп, Қайратта өтірік айтып жатыр. Екінші сұрақ. Мадина, кеш жарық, қатымды таңертең алып жатсаңыз қайырлы таң дейді. Менің атым Қаламқас өткенде Қазақстан дауыс жобасына қатыстым. Сіз сүйікті әншім болғандықтан сіздікіндей шаш үлгісін жасаттым. Сіздікіндей қызыл көйлек кидім. Сіздің әніңізді айттым, ал сіз бұрылмадыңыз дейді. Мадина, айтпақша кеше Атыраудағы жұмысым тастап, Астанаға жұмысқа ауысып келдім дейді. Сіз тұратын ауданда сонда жұмыс істеймін дейді, Астанада. Яғни сіз тұратын ауданға келдім дейді ғой. Мадина, жер домалақ, бір шаруамен соңға келерсіз біздің алдымызға. Мен де бұрылмаймын дейді. Мадина, болған не дейсіз? Осы Қазақстан дауыс жобасында, тәлімгерсіз сол Қазақстан дауыс жобасында енді бұрылмасаңыз біреулер ренжіп жата ма, ондай оқиғалар бола ма? Болатын шығар енді, е? Ой, ренжіп жатады, Нұрлан, жылап жатады. Жылам қосылып, мен де жылап атам, кәдімгідей. Өйткені расында да қазір Қазақстан дауысына қатысып жатқандар, нағыз үздіктер, 9000 адамнан жаңағыдай тыңдалып, іріктеліп өткен адамдар. Сондықтан да оларға... Енді көптеген оқиға болады дейсіз ғой, біреу жаңағы... Неше түрлі оқиға, жаңа қыздікі енді обал болды екен. Қаламқас екінші турға келіңіз. Сонда кездесеміз дейсіз. Тағы бір сұрақ. Оқып жіберейік, Қызылордадан жазған ой деймін. Мадина апай, сәлеметсіз бе дейді. Менің атым Арслан, жасым 6-да дейді. Жасым 6-да дейді. Біздің балабақшада Мадина деген қызы бар. Менен 2 ай кіші дейді. Өзі 6-та. Өте әдемі қыз дейді. Тура сіз сияқты. Шынымды айтайын, маған қатты ұнайды дейді. Сізге хат жазып отырған себебім, Мадина маған қарамай жүр.
Мен оған шоколад да әкеліп бердім, ойыншығымды да бердім, бәрібір қарамайды дейді. Психолог ретінде айтыңызшы, бұл өмірде әйел затына не керек өзі дейді. Бұл балаға мен психологиялық тұрғыда емес, жалпы адами тұрғыда қыздар бізге не ұнайды? Бізге шынайы сезім ұнайды. Шынайы сезімді сезсе, таза жүрекпен, ниетпен келсе, жігіт біз оның көңілін қайтармаймыз. Арслан, түсіндің ғой? Арслан. Сондықтан да мүмкін сен Шоколад Арслан. емес. Бетіне сүйіп көрерсің. Ештеңесі жоқ. Осымен сұрақтар аяқталды. Мадина, осы қыздың жасын сұрамайды дейді ғой. Осы түсінік қайдан пайда болды? Қыздың жасын сұрамайды. Қыздан мысалға сағат сұрайсың, қай жерде тұрасың деп сұрайсың, қай жерде оқисың деп сұрайсың, бірақ жасын сұрамайды екен. Мен өзім келіншегім жасын әлі білмеймін. Айтпайды. Жоқ, айтпайды болғанда сен сұрамайтын шығарсың. Жоқ, мен сұраймын, айтпайды. Соң енді ойлап жүрмін, менен кіші шығар енді. Жарайды. Енді жасын сұрамаса да, мен ойымша қанша клип түсірдің деп сұрауға болады ғой. Мадина, өзің неше клип түсірдің? Қанша клип бар? Махаббат жалына, 1, сүйген жүрек, айтатын саған сырым бұл. 4-шісі. Болды. 3 клип болды, да? Жоқ клип. Осы клиптегі гонорарымды жаңа бермей кетті деп ренжіп жүрген ешкім жоқ қой? Жоқ. Ондай жоқ. Менде сөйтіп ойлаймын, ешкім жоқ деп, бірақ алдымен экранға назар аударайық. Айтатын саған сырым бұл, бастаудың мұздай суымен, жоқ бола кетсең жуынды. Сүйген жүрек, өмірдегі тірек, күні түні соғар, саған бақыт тілек. Сүйген жүрек, сағынған жылаға, ағарып атса таңға қимаймын, жалғанға жалғыз сыймаймын. Жұлдызды түнде шаттанамын, қайтейін тебіреніп жатса жаным, ағарып атса таңға қимаймын, жалғанға жалғыз сыймаймын. Мадина, әндеріңіз керемет, енді бәрі хит қой. Сіздерге ұнайды ғой? Мадина Садуақас әндері. Маған өте қатты ұнайды. Мадина, осы клиптерді көрді, ешкімге қарыз емес, есіңізге түскен жоқ? Осы клип бойынша, гонорар бойынша? Жоқ. Онда мұндай ыңғайсыз тақырыпты қозғағаныма енді ренжімейсің. Бірақ клипке түсіріп алды да гонорар төлемеді деген біреу бар екен, мінекей студиямызда. Сіздің олар бір-бірін 5 жыл көрмеді. Осы бейнеклиптегі күшік қой. Өсіп кетті, қазір үйленген. 8 күшігі бар. Енді сол гонорарын қошеметпен берейік, гонорары қайда өзінің? Бана, гонорары қайда? Таппайтындарың жоқ. Өзің бересің бе, мен бере берейін бе? Берейін. Енді ренжімейді енді. Мына аты кім еді? Таймас. Таймас ма? Таймас. Таймас. Мына клиптегі гонорарын Таймас. Ренжіме. Алдына қоя салма. Таймас. Таймас. Көрінді, қатты ренжіп тұр. Таймас. Сен бейнеклиптен кейін ұмытып кеттің. Мадина, иесіне бере салайық, сосын үйге барып асықпай жейді. Рахмет сізге. Алматыдан алдырттық бұл итті. Қошеметтеріңіз. Рахмет саған, Таймас. Өз қапсың.
Езгілетшілер. Жасылы таусылып қалды. Идея! Лока-мока, омега-3, кальций және Д дәрумені қосылған Лока-мока сүзбешелері баланың үйлесімді өсіп жетілуіне көмектеседі. Көк пен сарыны қосса, жасыл болады. Локо-моко, таудай болып өс, жақсылап тамақтан. Сенің сүйікті бар болғаны екі нәсілі шоколадыңның қалайша Миландағы ғажайып шопингке айналатынын білгің келе ме? Nestle науқанына қатыс. Толық ақпарат раздели.kz сайтында. Вау, сен шашыңды жаңа ғана бояғансың ба? Жоқ, енді менің сүйікті бояутысым ұзағырақ сақталады. Жаңа Палетте тұрақты крем бояуы. Сүйек керекендер қосылған, түсі қанықтығы мен тұрақтылығы 50%-ға дейін асты. Апта сайын жаңадан боялғандай. Жаңа Палетте тұрақты крем бояуы Шварцкофтан. Ал көз жауын алатын қара түсі үшін реңктердің жаңа топтамасы. Салтанатты қараны көріңіз. Бітіріп кеткендерден қалған нәрсенің бәрі де бірінші курстағы қажет деп айту қиын. Үзіліс жариялаймын. Кит-катпен үзіліс жасасаң, қарапайым заттардың жаңа жақтарын ашасың. Ал менің бөлмемді сән дейсің бе? Үзіліс бар, Кит-кат бар. Теріне күтім жасайсың. Ал оның ең нәзік бөлігіне неге күтім жасамасқа? Құрамында түймедақ қосылған фитокремі бар. Натурелла төсемесімен бұл әбден мүмкін. Ол теріне ылғал өткізбейтін, жұқа қорғаныс қабат түзет. Фитокремі бар Натурелла ғана сені қорғап, теріңнің ең нәзік бөлігіне күтім жасайды. Бізге жай ғана ботқа емес, ең жақсы ботқа қажет. Nestle ботқаларында тамаша үйлескен табиғи дақылдардың пайдасы, иммунитетті нығайту үшін биел бифидобактериялары және керемет дәм сәбилердің жақсы көретіні. Nestle сәбилерге арналған тамаша ботқа. Дәмі, пайдасы, қорғанысы үйлеседі онда. Еркектер әйелдер сияқты терісіне күтім жасайды деп ойлайсың ба? Теріге күтім жасау дегенге жаңаша қараңыз. Қырнудан кейін жағатын Nivea Men бальзамы еркектер үшін арнайы жасалған. Ол теріні тиімді ылғалдандырады, келбетіңе көрік береді және өзіңді керемет сезінесің. Қырнудан кейін жағатын Nivea Men классикалық бальзамы. Алоэ вера қосылған формула. Nivea Men күн сенен басталады. Мынау сүтті шоколад қосылғаны ғой. Ал мынаның ішінде жаңғақ бар. Аяқ қолдар ше. Шоколадтан шығар. Аяқ киімдері ше. Ей, құлағымыз жоқ болғанымен бәрібір сендерді естейміз. Мен аяқ киімдерін жемес едім. M&M's. Оларды кез келген жерде жегін келеді. Бұл шоколад емес сияқты. Вуаля, мен өкпеде үнсіз отырғым келмейді. Қанекей, мен мұнда өз тәртібімді орнатам. Осында көпке дейін болам. Қақырық мазаңызды алды ма? АЦЦ-ны еске алыңыз. Ол қақырықты сұйылтып, өкпеден шығарады. Бұл АЦЦ емес пе? Мұнанда шығарады. АЦЦ жөтелден айырылуға көмектеседі. Ой, Нұрлан, таппайтындарың жоқ екен, расында да. Мадина, бейне клипіңде піл болмағанына шүкір. Мадина, бірнеше жыл бұрын саған бір кісі жаңаға жылқы сыйлады емес пе? Иә. Сол оқиға қалай болды, айтып берсең? Енді осыдан бірнеше жыл бұрын 8 наурызға үйінің алдына келіп кереметтей жылқыны, асыл тұқымды жылқыны үйінің алдына әкеп берген еді бір жанкүйерім. Оны сен кәдімгідей қалада ұстадың ба, жаңағы балконда? Мен оны сатып жібердім. Сатып жібердіңіз, е? Біз, құрметті достар, сол жылқыны таптық. Студиямызға қошеметпен қарсы алайық. Қош. Жылқы қайда? Жылқы соғымға кетіпті. Міне сол жылқының қазысы. Ол жылқы жақында ғана соғымға кетіпті. Жарықтық жануар сізді көп күтті, келе ма, келмей ма деп. Енді, Мадина, ауыз теңіз? Жоқ. Сосын балыққа бірге барған кезде.
Мадина, кеттіңіз ба? Кеттім. Мадина, көңіл күйіңіз түспесін. Мысалға, біз келген қонақтарға өзіміз сыйлығымыз бар. Сондықтан да қазір мен бір сыйлық дайындап қойдым. Иә, қазір бір сыйлық дайындап қойдым. Қайсы? Бұл қай жерде сыйлығым? Бұл әнегізі Ермахан ағамыз келген, сол кезде бере алмадым сыйлық. Мына жерде не бар өзі? Ой. Ой, кет бар. Өзі сыйлық қайды өзі. Міне, таптым. Ей, күш. Мінекей. Сізге, Мадина, саған сыйлық. Жақында Қазақстан дауысы жобасынан... Рахмет. Жақында Қазақстан дауыс жобасының тәлімгерлері келді. Нұрлан Албан, Алмас Кішкенбаев. Сол кісілерге мен енді сыйлық ретінде дауыс сыйладым. Мен де саған дауыс сыйлайым. Мадина, біз екеуміз енді жерлеспіз ғой. Сондықтан мен саған дауыс емес, тағы да күлкі қосып берейін ішіне. Күлкі. Көгіліп кетті. Мына жерім күлкі болып тұрған жоқ па? Жоқ. Мінекей, Мадина, қошеметтеріңіз өтіп кетуге бола ма? Мінекей, мен сыйлығым. Ой, Нұрлан, рахмет. Кешкі астан кейін ет қасықтан көңіл күйді көтеруге болады. Рахмет. Рахмет. Ой, Нұрлан ай. Жігіттер, итке су беріңдер, тауыққа жем шашыңдар. Қазір енді мына жерде не бар өзі? Жылан шығып кетпесін, жарайды. Мадина, енді ең кереметі біздің бағдарламаның осы келген қонақтармен біз ойын ойнаймыз. Ойын ойнауға дайынсыз ма? Ойын өте керемет. Екеуміз қазір, мен ойын шартын білмеймін, дәл қазір осы ортамызға әртүрлі ойындар ғылымның докторы Бижанов Дәулетті қошеметпен қарсылайық. Ойынның шартын түсіндіре кетейін. Қазір Нұрлан мырза, сіздің жүргізушілік қабілетіңіз емес, сіздің әншілік қабілетіңіз емес. Иә, әншілік қабілетіңіз емес, суретшілік қабілеттеріңізді халыққа ашық айқындап беретін боламыз. Яғни, сурет салудан жарыс басталады. Сіз Нұрлан мырзаның суретін, сіз Мадина ханымның суретін қалай елестетесіздер, дәл солай салып беруге тырысасыздар. Кім жеңіске жетеді, сол қуанады, ал кім жеңіледі, сол ұят болады. Бізде солай. Онда қалжыңдаймын, ұят емес. Яғни жеңілген адам бір керемет өнерін көрсетеді. Бізде ерекшелік. Әншіліктен басқа керемет бір өнеріңіз көрсетесіз. Мысалға? Мен? Иә. Тұра тұршы. Мүмкін ұтасыз да? Мүмкін ұтасыз. Кеттік онда. Бірімізді көрсетпейміз, а? Көрсетпейміз. Қарамаймыз. Мен бұлай тұрам. Қалжыңдаймын. Кеттік. Менікі маркер емес, бір бомба сияқты. Қызын жол жеңішке деп жеңішке маркер бердік. Сіз бұлай жасауыңызға болады, көрсетпей. Бұлай қарап тұрып. Бірақ арасында Нұрлан мырза қарап қоямыз. Кеттік. Осы бір жерде бір шапалақ керек қой деймін мен. Қуаттандырып қою үшін, шапықтандырып қою үшін. Мадина ханым қазірден ұқсатып жатыр. Бастамасын өзі ұқсап келе жатыр. Кім тезірек бітеді, соны күтіп отырмыз біз. Ол яғни шын суретші. Нұрлан мырза болып қалған сияқты уже, суретін аяқтап. Нұрлан мырза аяқтаған сияқты суретін. Бұлай жасаса. Қырым нұрымды бұлай. Менің кеңесім, ақыл кеңесім сізге. Құртып алатын сияқты. Олайын деп қалды, сіз ертерек бітірсеңіз маған жақсы, сіз ертерек бітірсеңіз өзіңізге жақсы.
Нағыз суретшілер сияқты аралап, асықпай. Жоқ, мына кісі. Екеуін бірге сал. Бір қағазға сыймайсыз. Шабыт іздеп жүрмін, шабыт. Шабыт іздеп жүрсіз ба? Болған сәтсіз меніңше. Мына жерге жазып қойсаңызшы. Нұрлан қоянбай. Халыққа көрсетпей тұрамыз. Міне. Бұлай жасаймыз. Бірінші кімдікін көреміз? Бірінші. Мадина ханымның суретін көрейік. Яғни Нұрлан мырзаны қалай салды деп ойлайсыздар? Міне. Белманда ғой кәдімгі. Шашы ұқсайды, шашын қайырған әдемілеп тұр. Құлағым вампир сияқты. Өзіңіз сипаттама берсеңіз, қай жерлері ұқсайды? Ешқандай да вампир емес. Өте керемет салам. Ұқсайды ғой? Вампирлерді тістен айырады. Ұқсайды ма? Енді мұрны ерекше. Өзіңдікі мұрны? Иә. Көзді әдем салыпсыз, құлақ деген. Негізі сурет саламайым мен, Нұрлан. Мен ойлағам, қызылордалықтардың барлығы қобыз тарталады деп. Ойлап, қазір көзім жетіп тұр, бәрі де сурет салады. Мен 11-ші класста, 11-ші сыныпта осындай болған түрім. Сол кезде көрген ғой, Мадина бермесең. Мен бұны естелікке алам, үйге іліп қоям. Иә. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Ал. Рахмет көп. Мен ұттым ғой, рахмет. Жоқ, Мадина садуақасы ұтты. Бізде бар. Біз көрейікті, сіздің салған сурет. Қандай сурет болса да Мадина ұтты. Дұрыс қой? Біз өмір ұтыламыз бар. Өмір біз... Көре салайық жерек. Көрейікші, Мадина ханымның салған... Міне? Сырғаны ойдан салып берсін. Ойдан шығара салыпты. Сүйген жүрек. Кішкене фараондарға ұқсап кетті. Рахмет. Рахмет көп. Рахмет. Күшті ойның. Рахмет. Рахмет, иә. Қошеметтеріңіз. Мадина Садуақасова түнгі студия бағдарламасында. Рахмет. Рахмет, Бижанов Дәулет, әртүрлі ойындар ғылымның докторы. Сүйген жүрек, өмірдегі тірек, күндіз-түні соғар, саған бақыт тілеп. Сүйген жүрек, бір сағат... Құрметті достар, осымен түнгі студия бағдарламасы аяқталды. Түнгі студия бағдарламасының қонағы Мадина Садуақасова. Мадинаның фан-клубын, жанкүйерлерін ортаға шақырамыз. Сүйген сені жүрек